Так, апта сайынғы шолуымызды жалғастырайық. Әлемде не болып жатыр? Қазнет не талқылап жатыр? Қазақстандықтар осы аптада естіген айтулы жаңалықтардың бірі, енді пойыздарда әйелдерге арналған вагондар болады екен. Мұндай мүмкіндік әзірше екі ғана бағытта мүмкін болып отыр. Алматы-Өскемен және Алматы-Маңғыстау бағыттары. Бірақ сұраныс болса, әйелдер ғана отыратын вагоны бар бағыттар тізімі кеңейеді екен. Әйелдер вагоны дегеніміз не? Бұл қалыпты вагондардан ешқандай айырмасы жоқ вагондар. Билет құны да ерекшеленбейді. Бар айырмашылығы барлық жолаушы әйелдер болады. Тіпті жол серіктердің өзі де әйелдер болады екен. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы өкілдері бұл бірінші кезекте әйелдер қауіпсіздігі үшін жасалып отыр дейді. Және тағы бір айтарлығы, бұл вагондарға 7 жасқа дейінгі ұл балаларда кіре алады екен. Мысалы, метрода болсын, әдеттегі пойыз вагондарында болсын, әйелдерге арналған вагондар баршылық. Жапонияда ерлердің тиісуінен қорғау үшін осындай вагондар бар. Біз қырындау деп, аса романтикалық жағдай деп жүрген ойымыз шын мәнінде әйелге сексуалдық объект ретінде қарау, яғни қылмыс екен. Әйелдер вагоны бар тағы бір ел Үндістан. Интернет бетінен адам көптігіне байланысты мынадай вагонның тіпті үстіне шығып алатын жұрт әйелдерге арнайы вагон ашып беріп, қамқорлығын көрсеткен екен. Әйелдері ерлерден қысым көрдім деген шағым көбейген соң, Бразилияда осындай вагон арнауда ұйғарған екен. Ал Араб әмірліктері сияқты елдерде мұндай вагондар барын мен айтпасам да түсініп отырған шығарсыз. Қайтеміз, бастысы әйелдеріміз, қыз-келіншектеріміз қысымға немесе сексуалдық зорлыққа ұшырамасын деп тілейік. Ал бастысы сол вагондардың сапасын да бір тексеріп қою керек шығар. Әйтпесе өз басым әр пойызға отырған сайын 80-ші, 90-ші жылдарға кетіп қалған сияқты болып көрінемді. Қазақстан мектептерінде жаңа пән пайда болады, атауы цифрлық сауаттылық. Бұл пән биылғы оқу жылында 3 маусымнан бастап енгізіледі екен. Әлемде технологияда дамып жатыр. Сондықтан интернет бетіндегі қауіпсіздік үшін балаларға жасына байланысты осындай білім беріле бастайды екен. Балаларға интернеттегі қауіпсіздік, желідегі әдеп және авторлық құқық оқытылады екен. Интернет бетінде, мысалға өзіміз көріп жүргендей, ал түрлі алаяқтықтың құрбаны болып жататында өзіміз. Кибербуллингтен өзіне қол салатын балалар да мына өз арамыздан шығып жатыр. Өз арамызда жоқ, таныстарымыз ондай емес деп, бұған менің қатысым жоқ деп ойлау салуымызға да болады, бірақ Қазақстан балалар арасындағы суицидтен 5-ші орында тұр. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2004 және 2009 жылдар аралығындағы рейтингі. Ал 2019 жылы тіпті 3-ші орынға шыққанбыз. Мысалы, биылғы 4 айдың ішінде біздің елде 53 бала өзіне қол салған. Сондықтан мұндай цифрлық сауаттылық пәні өте қажет. Тек бәз-баяғыда есеп беру үшін, үлгерім үшін оқыту болмаса дейсің. Әйтпесе мұның бәрі текке кетті деген сөз. Ал әлемдік жаңалыққа келсек, Netflix-тің «Игра в кальмара» сериалы жұрттың назарын аударып отыр. Корейдің 70-80 жылдардағы танымал болған балалар ойыны туралы сериал адамдардың қандай қатыгез бола алатынын көрсетеді. Өз басымда қарап шықтым. Спойлер болмай-ақ қойсын, сериалдың сюжетін емес, оған қатысты жаңалықтарды айтып өтейін. Бірінші кезекте сериалдың табысы керемет. Одан бөлек кейіпкерлер киген жасыл киім де, ақ түсті аяқ киімі де әлем бойынша көп деп сатыла бастаған. Оның ішінде енді ешқандай авторлық құқықты сақтамай жасыл түсті киім тігіп сатып жатқан мына біздің де кәсіпкерлеріміз баршылық. Ал YouTube'да болсын, TikTok'та болсын, сериалдың түйінін шешкісі келгендердің видеосы қаптады. Ал сіздер қуыршақ неге қарияны бақыламаған білесіздер ме? Ал сіздер әр адам өз тағдырын таңдай алатынын білген бе едіңіздер? Деген сияқты ғой енді. Әрине, киномандар мұның бірін қалдырмай қарайды, талқылап жатады, өзара хат алмасады дегендей. Қайткенде де Корей поп индустриясы сұмдық дамып келеді. Оскарды алып үлгерді, Q-поп тіпті де ән өнерін жаулап алды десек болады. Енді міне сериалы Netflix-те бұрын соңды болмаған көрсеткішке жетті. Енді өзімізге оралайықшы. Ал бізде әлі сол тізесі шығып кеткен фейк таратушылар әлі белсенді. Жоқ, бұл жолы пандемия мен коронавирус жоспарланған екен деген қағазға сеніп қалған әйгілі КВНшіміз Нұрболған Шарафов туралы емес, бұл жолы елді дүрліктірген бір аудио жазбаға тоқталамыз. WhatsApp'та анасына аудио хабарлама жіберген ер адамның сөзі таралып жатыр. Аудиода ол 30-нан бастап бүкіл Қазақстан бойынша забастовка басталады дейді. Сондықтан газ, бензин, су, азық-түлік тасымайды дейді. 30-на дейін бір айға жететін азық-түлік алып алыңдар деп ескертеді. Бір қап ұн
25 мың теңгеге дейін жетедіміз. Енді қарастырып көрейікші. Бірінші кезекте фейктен өзім көп байқайтын қасиет сезім туғызу бар. Бұл қорқыныш, үрей, шошу, уайымдау. Біз бұл хабарламаны әлдекім анасына жақын адамына жолдаса, демек анасын алдамайтын шығар деген логиканың орнына инстинктпен қабылдаймыз. Ал екіншіден, забастовка неге байланысты екені түсініксіз аудиода. Күні бойында ел аймақтан сұрастырып, үкіметтің сайтынан оппозициялық ресурстарға дейін тексеріп, қарап шықтым бәрін. Шетелдік сайттарды да шолып шықтым. Тіпті мына індет таралып өршіген тұста да бәріміз үйге қамалғанда да бизнес дәл осылай тұрғылап қалмаған еді ғой. Орысша айтқанда ешқандай да забастовкаға предпосылка жоқ. Тек 30 қыркүйекте жолды ақылы қылуға қарсы жүк көлігі жүргізушілерінің забастовкасы өтеді делінген. Алайда наразылық шарасы өтпей қалған. Аудио хабарламаны жолдаған адам кім және қайда тұратынын білу мүмкін емес. Сондықтан біз осы қоғамда болып жатқан осы бір оқиғаға байланысты жазылған аудио деп қана тұжырым жасай аламыз. Сондықтан ағайын, WhatsApp-тағы бас аяғы жоқ қаңқу сөзге емес, осы айтылған дәлелдерге сүйенгеніміз жөн. Бүгінге осы, бас аман бауырымыз бүтін болсын. Бұл ақылтай арнасы, менің есімім Ардақ. Лайк басып пікір жазыңыз.